Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен отбасымызбен сүйіп жейтін салат рецептімен бөліскім келеді. Бұл салатты әсіресе ащыны жақсы көретін жандар сүйіп жейтіні анық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода үй жағдайында тандыр самсаны жасалу жолын көрсететін боламын. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Салат жасауға кірісеміз. Капустамызды ең алдымен үшбұрыштап турап шығамыз. Таразымызға салып, капустаны 500 грамм етіп өлшеп аламыз. Осы капустамыздың үстіне уксус құямыз. Үстіне тұз саламыз және жақсылап араластырамыз. Араластыру барысында қолдарыңызға бір ретті қолғап, немесе мен секілді салафан киіп араластырсаңыздар болады. Бетін осылай тарелкамен жауып, тығыздап жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салатқа қосылатын көкөністерді турап дайындап аламыз. Қызыл бұрышты да үшбұрыштап капуста секілді етіп тураймыз. Сәбізімізді ұзынша етіп үккіштен өткізіп аламыз. Сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Салатымызға қажетті корейская заправка дайындау үшін қызыл бұрыш, паприка, кориандр дәмдеуіштерін тарелкаға салып дайындап қоямыз. Бір сағат маринадта тұрған капустамызды артық суын сығып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Үстіне дайындап қойған көкөністерімізді саламыз. Корейский заправка дайындау үшін қызып тұрған майымызға дәмдеуіштерімізді саламыз. Араластырамыз және шамалы қайнаған сәтте оттан аламыз. Салатымызға дайын заправкасын құямыз. Жақсылап араластырамыз. Салаттың заправкасы толық сіңу үшін 2-3 сағатқа қалдырсаңыз болады. Тіптен түнге қалдырсаңыз дәмі өте керемет болып шығады. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дастарханға ұсынуға әзір. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.